тауық стрипсен жасаймыз. Тауықты жұқа полоска қылып турап аламыз. Өте жұқа болған жақсы, себебі біз тек қана қуырамыз оны. Тұз қосамыз дәміне қарай. Сізде көбірек тауық болса, тұзды көбірек қоямыз. Жарты сағатқа қалдырып қоямыз араластырып. Ол жарты сағатта дайын болғанша жағдай соусын немесе орысша кляр деп айтады, соны дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа керек. Бір стакан су. Көріп тұрғандарыңыздай көп емес, 3-тен 1 стакан. Немесе кесе толмаған күйінде қосамыз. Тұз қосамыз. Сосын мен дәмдеуіштер қосамын. Өзіңіз біліңіз, қандай приправа қосқыңыз келеді. Енді осыған тауықты салып, ұнға екі жақта айналдырып аламыз да. Кейін қызып тұрған табаға сұйық май құйып, қызып тұрған сұйық майға екі жағынан қуырамыз. Бірінші бір жағын қуырып аламыз. Сұйық майды көбірек қойсаңыздар, жан-жағы жақсы күйдіріліп пісіріледі. Сөйтіп, екінші жағын аударамыз. Өстіп, тауық стрипсы дайын болады. Ешқандай кейін бұқтырып, ештеңе қажеті жоқ. Өстіп, қуырып қана аламыз. Гарнирге кез келген пюре немесе жаңағыдай көкөністер ден жасап жаңағыдай жанына қойсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Калиева Алтынай.